Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі езілмей пісетін түшпәралармен бөлісемін. Ол үшін бізге су, тұз және май 2 жұмыртқаның ағы қажет болады. Енді сұйық массамызды жақсылап араластыра отырып, үстіне ұн қосып, жақсылап қатты қамыр илейміз. Міне қамырымыз қатты күйге енді осы қамырды июін қандырып тұрып илейміз. Июі қанған қамыр жақсы әдемі жайылатын болады. Енді осы қамырды жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Енді сол аралықта біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге пияз қажет болады. Пиязды блендердан өткізіп аламыз. Егер блендер болмаса, үккіштен өткізсеңіздер де болады. Енді осы блендердан өткен пиязымызды сүзгіштен өткізіп, суы мен пиязын 2 бөліп аламыз. Енді салмасын жақсылап араластырамыз. Ол үшін бізге тұз, бұрыш, фарш және пияз қажет болады. Каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, өйткені мен алда түрлі полуфабрикаттардың түрін шығаратын боламын. Мен қамырымды 2 бөлікке бөліп дайындап қойдым. Өте әдемі, жайылуға икемді қамыр дайын болды. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырымыз жұқа немесе қалың болып кетпеуі қажет. Еттің қамырынан кішкене қалыңдау болғаны дұрыс. Бөтелкелердің осындай алдыңғы бөлігін кесіп алсаңыздар, кәдімгі формаларға қарағанда осы баклажканың алдыңғы бөлігі кесуге икемді келеді. Міне қамырларымыз дайын. Енді осы қамырларымызды салмасын сала отырып, түшпәра түйеміз. Байқасаңыздар, біздің салмамыз сулы емес, түшпәрамызды езіп жібермейді. Енді осы дайын болған түшпәрамызды тоңазытқышқа салып, мұздатып аламыз. Міне осындай полуфабрикаттың бір түрі дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерде де езілмейтін дәмді түшпәра дайын болады деген үміттемін. Езілмейтіндігіне сіздерге 100% сенімділік білдіре аламын. Толық рецептін астына жазып қалдырамын. Міндетті түрде қараңыздар. Жасап жатсаңыздар ас болсын. Келесі видеода кездескенше.